Баршаңызға сәлем, сіздермен Жазира. Бүгін мясной пирог дайындайтын боламыз. Түскі асқа немесе кешкі асқа дайындасаңыздар болады. Бізге қажетті ұн, сары май, жұмыртқа, қамыр қопсытқыш және су. Бөлме температурасында болса жеткілікті суымыз. Сары майымызды ертіп аламыз. Бір жұмыртқаны жарып, осы сары жылтогынан бір шай қасық алып қаламыз бетіне жағуға. Сары майымызды ертіп алып қосамыз. Үстіне жылы суымызды қосамыз бөлме температурасында. Жарты шай қасық тұз салып араластырамыз. Үстіне ұнды салып, 600 граммдай ұн салдым. Қамыр қопсытқыш қосамыз. Қамырымызды бір келкі болғанша илейміз. Алдымен осылай қасықпен араластырып алдым, қолыма жабыспасы үшін. Кейін қолмен илегенге ыңғайлы. Қамыры өте тез дайындалады, әрі жұқа қытырлақ болып шығады. Қамырымызды осылай илеп алғаннан кейін столдың үстіне қойып, жақсылап илеп басын біріктіріп илейміз. Қамырымыз кеуіп кетпесі үшін бетін жауып орап қоямыз. Салмасын дайындаймыз. Салмасына ет, асқабақ, картоп, пияз барлығын 4 бұрышты етіп турап аламыз. Егер асқабақты ұнатпасаңыздар, қоспасаңыздар да болады. Бір шай қасықтың бетімен тұз саламыз. 2 ас қасық зәйтүн майын немесе күнбағыс майын қосып араластырамыз. Бұл пирогқа мен етті ғана қолданамын, себебі фаршпен жасасаңыздар, ол суған кезде тоңдап қалады. Қамырды 2-ге бөліп аламыз. Қайтарып, біреуін жұп-жұқа етіп жаямыз. Духовкамызда алдын ала 10 минут бұрын қыздырып қоямыз. 180 градуста 1 сағат пісіреміз. Қамырымыздың біреуін жұқа етіп жаямыз. Менде форманың диаметрі 40-30. Осылай қамырымызды жұқа етіп жайып алғаннан кейін бетіне салмасын салып, екінші қамырымызды да жұқа етіп жайып бетіне жабамыз. Осылай шеттерін бірінші біріктіріп аламыз, одан кейін әдемі болу үшін осылай өріп шығамыз. Бұл пирогты міндетті түрде 1 сағат пісіріңіздер. Арасындағы пиязы барлығы толық пісіп шығу үшін ерте алуға болмайды. Мына менде бір шай қасық жұмыртқаның сарысын алып қалған едім. Соған 1 шай қасық сүтті араластырып бетіне жағып шығамын. Бетіне аздап күнжіт себемін. Қызып тұрған пешімізге салып 1 сағаттай пісіріп аламыз. 180 градуста піседі. Осы пирогты жасап көріңіздер. Егер ұнап жатса, комментарий жазып, лайк қойып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Каналымның дамуына үлес қосыңыздар. Қарағандарыңыз үшін рахмет. Сау болыңыздар.